Сәлеметсіздерме? Мен колледжінің алғашқы әскери және техникалық дайындық оқытушы ұйымдастырушысы Қанапиянов Әділ Ғадылұлы. Бүгінгі біздің бейне сабағымыздың тақырыбы Калашников автоматының бөлшектеу және жинақтау. Сабағымыздың тақырыбы және айтып кеткендей, автоматты толық емес бөлшектеу және жинақтау. Сабақты бастамас бұрын бірінші техника қауіпсіздігімен негізгі техника қауіпсіздіктерін айта кетейін. Ол автомат бөлшектеп және жинақтау кезінде автоматты сол алдыға, оңға ешқайда қаратуға болмайды. Автоматты 90 градус не 45 градус көлемінде ғана бөлшектеп жинақтау керек. Автоматты ең бірінші бөлшектеу үшін оқ жаттарды шешеміз. Оқ жаттарды шешеміз. Одан кейін сақтандырғыштан аламыз да оқтықта оқтың бар жоғы тексереміз. Оқтықта оқтың жоғы тексереміз. Одан кейін шүріппен басамыз. Келесі керек жарақпен аламыз. Керек жарақпен алып, бұның автоматты майлап тазалау үшін арналған құрал жабдықтар болады бұның ішінде. Және де автоматты толық емес, және толық бөлшектеу екі түрі бар. Соған толық бөлшектеуге пеналдың ішіндегі құрал жабдықтар мен соны пайдалана отырып толық бөлшектейміз. Келесі сүмбені аламыз. Онан кейін тежегіш компенсатор. Оны алу үшін мына жерде арнайы өзінің несі бар. Бекітпесі соны басып тұрып, солға бұрап, резюміне бұрап отырып шешеміз. Келесі, оны бұл қорабының қақпағы дейді. Оны алу үшін мына жердегі бекітпесін басып, жоғары көтеріп, 45 градус, оны қорап қақпағын аламыз. Онан кейінгі қайтармалы механизм. Қайтармалы механизмді аламыз. Одан кейін бекітпе жақтауын аламыз. Онан бекітпе жақтауынан ажыратамыз. Сағат тіліне қарама қарсы бұраймыз да ажыратып аламыз. Онан кейін газ түтікшесі аламыз. Ол үшін мына жалаушаны жоғары көтеріп, газ түтікшесін аламыз. Осы бізде толық емес бөлшектеу деп аталады. Бұл толық емес бөлшектеу. Майлағанда, қару-жарақ тазалағанда сондайға пайдаланылады. Енді жинақтаймыз. Жинақтау үшін бағанағы реттік бойынша, міне қалай реттеп қойдым, сол бойынша бірінші газ түтікшесін аламыз да, басын сол 45 градус жалаушаны көтеріп, үстінен басамыз. Соны жалаушаны төмен түсіреміз. Онан кейін бекітпе жақтауына сағат тілі бойынша бұрап, басып бармақпен міндетті түрде бекітпені мына жерден ұстап, мұнда арнайы кертіктері бар. Соған кигізе отырып тіктіреміз. Бұл бекітпе жақтауы ақырын осылай өз еркімен бару керек. Күшпен нетуге болмайды. Одан кейін қайтармалы механизм саламыз. Және қалай бөлшектедік, сол ретінде жинақтаймыз қайтадан. Қайтармалы механизм. Енді ұңғы қорабының қақпағы. Оны да ең бірінші басын кертігіне келтіріп аламыз. 45 градус көтеріп тұрып, алдыға итеріп тұрып, сол қолын бас бармағымен алдыға итеріп тұрып, ол қолмен үстінен басамыз. Сонда бұл дәл түседі. Келесі. Қайтадан шүріппені басамыз, оқ жоқтығын беріп. Онан кейін сақтандырышқа қоямыз. Онан кейін тежегіш компенсаторды қалай шешіп алдық, сол күйінде
Bırattağım. Sodan keyin sümbü. Ondan keyin bana aytib ketgендей керек жарақ пенал. Керек жарақ пенal mine. Şuraya koyamız da. Kazakman akıbetleri salmış. Ondan keyin oğuk jatarda. Takkama aldın ele bak, artqa qarай basamiz. Бүгінгі бейне сабағымызда біз автоматты толық емес бөлшектеу және жинақтау ретін сіздерге көрсеттім. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.